Бүгін сіздерге Каспиге предзаказды қалай енгізу керек екенін көрсететін боламын. Мұнда кабинет продавца деп жазамыз. Осыған кіреміз. Сіздерге басында телефон шығады. Сол телефон арқылы SMS-код келеді, сонымен кіресіздер. Ең бірінші Каспи гид. Мұнда поиска предзаказ деп жазамыз. Предзаказ. Ең бірінші шыққан, что такое предзаказ, осыған кіреміз. Жылжытсаңыздар, міне шаблон деп тұрады көкпен. Осыны басасыздар и шаблон скачать етіледі. Міне бізде скачать етілді. Осыны ашамыз. Осылай екінші листке сразу ашылады. Мұнда сіздерге түсіндіріп жазылған. Бір оқып шықсаңыздар болады. Бізге мұнда керегі бірінші лист. Міне бірінші листті басамыз. Міне SKU деп тұрған, мұнда товардың артикулы, товардың аты, бренді, прайс и складтардың сандары. Сіздерде мысалы қанша склад, егер бір ғана склад болса, сізде ол PP1 болып тұрады. Ал егер бірнеше складыңыз болса, қайсында бар, соны жазасыз. Мысалы, Каспиге кірейік. Каспи магазин. Мысалы, мұна ойыншықты алайық. Осы ойыншыққа кіреміз. Мұнда код товары деп тұрады. Осы артикул, товардың артикулы. Осыны скопировать етіп аламыз. Жаңағы шаблонымызға кіреміз. Міне бірінші строкаға. Бірінші строкаға артикулын жазамыз. И мұнда товардың аты қалай тұрды? Пластирі, пластик пузыри деп тұр. Осыны скопировать етіп аламыз. И осында жазамыз. Цена. Қаншаға қоясыз? Мұнда 924 теңгеден басталады екен. Мысалы 1000 теңге деп қояйық та. 1000 теңге деп қоямыз. Мұнда бренді болса, брендін жазасыз. Егер товардың бренді жоқ болса, пустой қалдырсаңыздар болады. 1000 теңге деп жаздық. Енді PP1 складты жазамыз. Сізде қай складта бар, соны белгілейсіз. Менде мысалы бір складта ғана бар десем, S деп қоя саламын. Қалғандарын 0 деп тұрады. Бірақ оларды өшіріп тастауға болмайды. 0 деп тұра береді. Міне, соңында преордер деп тұрады. Сіз предзаказға неше күнде алып келе аласыз. Неше күнде жеткізе аласыз. Соны белгілейсіз. Сіздің товар берген уақытыңыз, ол складқа келуі, соның барлығын есептейсіз. 15 күн, 20 күн деген сияқты. Мысалы 15 күнде белгілік. Осылай жазамыз. Мен сіздерге өзім алдын ала дайындап қойған файлымды скачать етуді көрсетейін. Міне бұл менің алдын ала дайындап қойғаным. Мұнда міне артикулы, аты, менде ешқандай бренд жоқ, ценасы и қай складта екені. Және ең соңында
неше күнде келетінін мен примерно 18 күнде белгіледім. Сосын онда сіз предзаказға неше товар енгізгіңіз келеді, соның барлығын алдын ала дайындап алуыңыз керек. Сосын барып осы бір таблицаға құрастыруыңыз керек. Өйткені сіз осы прайсты скачать еткеннен кейін сіздің бұрынғы товарларыңыздың барлығы өшіп кетеді. Осы бір таблицаға предзаказыңызды да және астына өзіңізде бар товарларды да енгізіп қойсаңыз болады. И және преордер деген жеріне ол сізде в наличии болса, бір күнде деген сияқты қанша күнде жеткізе аласыз, соны белгілейсіз. Немесе сіз только осы бір таблицаға только предзаказды ғана енгізіп, дайындап алып, және өзіңізде қолда тұрған товарлардың барлығын сізде неше штук бар жазып алып, кейін мына прайс скачать етілгеннен кейін бар оларды продажаға қайтадан шығарсаңыз болады. Өйткені автоматически мынаны скачать еткеннен кейін предзаказда ол товарларыңыз продажадан алынып кетеді. Қайтадан қоюға проблема болмау үшін солай алдын ала дайындап алыңыз. Міне бұны сохранить етіп жабамыз. Енді кабинетімізге кіреміз. Кабинет продавца. Міне жанына қарай астына жылжытсаңыз, загрузить прайс-лист деп тұрады. Осыны басамыз. Міне стрелка тұрады. Стрелканы басып, жаңағы товарымызды дайындап қойған шаблонымызды, міне сіздер қай жерде тұр, соны тауып шаблон открыть деп, және астында міне загрузить деп тұрады. Осы загрузитті басамыз. Болғаннан кейін осылай шығады закрыть. Міне товарларыңыз скачать етіліп жатыр. Сосын мұнда ескеретін жағдай. Осы жерде міне ошибка болса, ошибка обработана неше, не распознаны товары дегенге неше шығып тұр, соның бәрін көрсетеді. Ескере келетін жағдай. Сіз егер новый товар ашқыңыз келсе, новый карточка Каспиде жоқ, сіз өзіңіз новыйдан товар алып келіп, соны Каспиге шығарыңыз келсе, бірақ предзаказға шығарыңыз келсе, алдын ала өзіңіз карточка дайындап аласыз. Мысалы, добавить новый товар деп товар создавать етесіз ғой, дәл солай новый товар деп создавать етесіз, и количествосына 0 деп басасыз. И ол сізге проверкадан өтеді. Проверкадан өткеннен кейін автоматически снятые товары дегенге сол жаққа түседі. Сіз сол түскеннен кейін посмотреть на Каспи KZ деп қарайсыз, и сол жерде сізге артикул шығарып береді. Сол артикулды мұнда предзаказға енгізсеңіз болады. Жаңа сіздерге таблица көрсеттім ғой, сол жерге артикулын жазып, и товарыңызды жазып, солай енгізе бересіз. Өйткені сіз Каспиде жоқ товарды предзаказға қоя алмайсыз, карточка пока создавать етпей. Өзіңіз осылай карточка создавать етіп, барлық предзаказды бірге енгізгеніңіз дұрыс. Өйткені товарларыңыз снимать етіліп, қайтадан сіз оны қойып жүргенше екі жұмыс болады. Сол үшін бәрін алдын ала ойластырып, барлығын жазып алып, содан кейін ғана барып предзаказға енгізіңіздер. Міне жерде история загрузок деп тұрады. Осыны бассаңыздар, сіздердің жағы скачать еткен прайс-листтарыңыз шығып тұрады. Файл загружен болса, осылай тұрады. Міне жаңағы идет загрузка деп тұрайлы. И сосын сізде ошибкалар болатын болса, товарларыңыз енгізілмей қалуы мүмкін. Сол ошибкалар болса, осы жерде көрсетіп тұрады. Міне қарасаңыздар, товар не связан. Осылай ошибкаларыңыз көрсетіп тұрады. Нераспознанные товары дегенге кіресіздер. Сосын сізге осы жерде қандай товарларыңыз
көрсетіп тұрады. Міне мұнда артикулын скачать етіп аласыз. Жерге поискке жазасыз. Поиск. Сосын привязать деп жанында тұрады. Міне, егер сізде осы товар болатын болса, міне жанында привязать деп тұрады. Осыны басасыз. Бір тексеріп оқып аласыз да, егер сіздің товарыңыз болса, привязать басасыз. Мөйсім товар 15 через 15 минут деп тұр. Одан кейін барлық товарларыңызды осылай привязка жасап болғаннан кейін бір тексеріп алыңыздар Каспийден. Ол точно предзаказға шықты ма, или в наличии болып қалды ма? Өйткені ошибка болып, ол сізге в наличии болып шығып қалуы мүмкін. Сол үшін алдын ала тексеріп алыңыздар. Управление товарыдан кіріп көрейік. Мысалы, жаңағы енгізген товарымыз мынау. Посмотреть на Каспий KZ деп тұр, осыны басайық. Міне шығып тұр товарымыз. Міне, сіздің неше күнде жеткізетініңіз. Бүгін 26 июнь болса, 16 июньда сіз жеткізе аласыз. Және сумасын бәрін көрсетіп тұр. Осылай тексеріп аласыздар. Сіздерге көп айтылмайтын мәліметтерді айттым деп ойлаймын. Сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Білетін сұрақтарымның барлығына жауап беруге тырысамын.